Отандық танымал әнші Мақпал Жүнісова елорда күнін тойлатып, алаңға от шашу тамашалау үшін барған астаналықтарды сынап тастады. Эстрада жұлдызы халық індеттен өліп жатқанда мұндай әрекетке бару үлкен қате болғанын айтты. Мақпал Жүнісованың айтуынша, от шашу секілді мерекелік шараларды індет тоқтаған кезде бірақ жасаған жөн болар еді. Өнер иесі Instagram парақшасында азулы жазба жариялап, өз наразылығын ашық білдірді. Неменеге жетістің бала батыр? Қариялар азайып бара жатыр. Бірі кетіп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Карантин деп жарияласа да, Астана халқы алаңға барып, тойлатып қайтыпсыздар. Сақтанып біз сияқты үйде отырмадыңыздар ма? Жарты сағат салют беру үшін тіпті ұят болды. Мына індет кеткенде берсеңіздер, алаңға барып концерт көрсеңіздер орынды болар еді әрине, деп жазды Жүнісова.